ишемиялық жүрек ауруы өте көп біздің елде. Соның арасында әсіресе жүректің инфарктісі келеді. Соңғы жылдары жүрек ақауына шалдыққандар қатары көбейіп барады. Қазақстанда бұл сырқатты қалай емдейді? Менің жүрегімді кесіп алып тастады. Ішімнен 11 минутқа қалай демікке салып тастады. Сол историяда айтайын. Біз былтырдан бастап қолға алдық, mesela басқа клиникаларда шунт қалмайды, үйімді тосып жазады. Сонда құлақ қалып, демала алмай қалдым да. Сонда сосын мені неге реанимация алып кетті. Жүрек қой енді. Негізі бұндай науқастарды алдыменен диагнозын анықталған соң, басқа емдер көмектеспегенде ғана біз бағаналы жасуша емге аламыз. Жүрек ауырмау үшін не істеу керек? Ет жек, жеме деп айтпаймыз. Өйткені біздің ол ұлттық тағам. Біздің ген соған үйлескен. Ал бірақ жалпы еттен кейін торт деген нәрсені жемеген дұрыс. Жыл сайын 18 миллионға жуық адам жүрек ауруынан қайтыс болады. Бұл дүниежүзілік денсаулық сақтау ұйымының статистикасы. Ертеректе бұл сырқат ересек адамдарда ғана кездессе, бүгінде бұл дерттің жастар арасында да дендеп бара жатқаны байқалады. Жүрек ауруына не себеп? Оның алдын алу жолдары бар ма? Емдеу шаралары қандай? Диагноз бағдарламасының бүгінгі шығарылымында біз осы сұрақтарға жауап іздеп көреміз. Белгісі демала алмайсың, шаршайсың, тез шаршайсың. Демала алмайсың, ентігіп қаласың, еңкейе алмайсың, сол қиындық, 100 метрлерді жүре алмайсың. Атырау облысының Құлсары қаласынан келген Аманқос Тұрланов өткен жылы елордада жүрегіне күрделі операция жасатқан. 65 жастағы азамат биыл елордадағы ұлттық ғылыми медициналық орталыққа жоспарлы тексеруден өтуге келген. Қатты ауырдым, жүре алмайым, демала алмайым. Жүрек тексерілгенде 3 жерде тамыр бітігілдеді. Сосын енді ауылдан қаралдым, қалаға келіп қаралдым, қолым жеткенше Россияға қаралдым, бірақ ешкімде ондай қауіпті, ешкім мойындарына ондай міндеттемен алмады. Сосын осы жақта естідім, осындай ғылыми ұлттық ғылыми орталық, медициналық орталық бар. Сосын келдік, қаралдық. Әртүрлі аппараттар қолданып, өзі дәрі қолданып, сонымен негізі қиындау болды, бірақ 6 сағатта операция жасалды. Сонымен өтті. Жүрек ауруы көпке дейін сыр бермеуі мүмкін, бірақ кеудеде жайсыздық сезіліп, көкіректің орта тұсы қысылса, сондай-ақ дем жетпей, әлсіздік пайда болса, мұны жүрек ауруының алғашқы белгілері деуге келеді. 2009-дан бастап істеп жатырмын осы салада. Жалпы жүрек қан тамырларының ішіндегі ең көп кездесетіні жүрек қан тамыр аурулары. Оны жүректің ишемиялық ауруы дейді. Ол стенокардия, ол тұрақты стенокардия, тұрақсыз стенокардия, инфаркт. Бұл негізінен бөлінеді. Жүрек қан тамырларының зақымдалуы негізінен 3 түрге бөлінеді. А, Б, С. Бәрі зақымданудың ауырлық деңгейіне қарай жіктеледі. А түрдегі ол жеңіл түрі. Айтқанда анатомиялық жақтан болсын, тарылу, мәселен тарылуың ұзындығы 20 мм-ден аспайды бір орында. Ал Б түріндегі ол Б1, Б2 деп екіге бөлінеді. Бұл ауырлығына қарай бөлінген. Мәселен, С түрінде дегеніміз ол жаңағыдай жүрек үш тамырдың зақымдалуы, созылмалы коронар артериясының бітелуі. Бұл ең ауыр түріндегі зақымдалу болады. А деңгейіндегі, яғни жүрек қан тамырларының жеңіл түрде зақымдануын Қазақстанның әрбір клиникасында емдейді. Б деңгейіндегі жүрек ауруларында жергілікті медициналық мекемелерде емдеуі мүмкін. Ал жүрек қан тамырларының зақымдануы С деңгейіне жетсе, кез келген жерге шипа іздеп бара алмайсыз. Өйткені бұл күрделі диагноз болып саналады. Сәйкесінше оның емі де жоғары деңгейдегі технологияларды талап етеді. Біз былтырдан бастап қолға алдық, mesela басқа клиникаларда шунт қалмайтын. Былай айтқанда, тек қана үйіңді тосып жазасың. Қаншалық көмір бар, соншалықты. Сондай науқас болады, жүректің жұмыс істеуі 20%-дан төмен науқастар. 3 тамырдың зақымдалуы мүмкін, оның екеуі бітеліп қалған болуы мүмкін, біреу істеп тұрған. Сондай науқастарды біз қосалқы жүректің аппаратымен, мәселен, біз ашық операция емес, бірақ аяқта күре тамыр бар, сол тамыр арқылы екі
труба арқылы сырттан қан айландырып тұру керек. ЭКМО дейді оны, қысқартылған. Былай айтқанда, адам денесінен сырт қан айланып қамтамасыз етіп тұру. Жүректің қызметін жеңілдету. Сол 9 науқасқа істедім. Қазірге дейін 9 науқас бәрі жағдай жақсы. Мәселен, ала 120-дан төмен, ең төмені 10%-бен келген. С түріндегі осындай науқастарды жаңа түрдегі тәсілмен, әсіресе өте ауыр жағдайдағы науқастарды алып шықтық. Жүрек қан тамырлары аурулары асқынған кезде жүрек жетіспеушілігі пайда болады. Коронографиядан өткізгенде 2 тамырымда, значит, не бар деді, жаңа бітелі, біреуінде 28, біреуінде 30%. Соны бүгіс айтқан сен, қазір емдейміз, азғантаймыз, сосын келесі жылы осында уақытта келесін деп. Жүректің қызметі нашарлағанда адам ентігіп ұзақ жүре алмайды, жатып ұйықтай алмайды. Бір сөзбен айтқанда толыққанды өмір сүруден қалады. Ентігіп жүре алмайды, түнде жатқан кезде жастыққа сүйеніп ұйықтайды, аяғы сынып кеткен, жергілікті жерде кардиография жасалған, 3 тамырдың 2-і бітелген, біреумен жұмыс істейді. Сонымен оған 2 түрлі жол, біреу мүмкін жүректі алмастыру керек. Кардиохирургтар оны аласты төмен науқастарды алмайды, ашық операцияға. Өйткені олар техникалық жақтан алмайды емес. Ананы мәселен кеудені ашып, оған анандай қан тамырды жалғап, қайта от алдырғанда от алмай қоюы мүмкін. Әлсіреп тұрған жүрек, сол үшін олар алмайды. Кейде жүрек сыр бергенде кеуде мен асқазан тұсы шаншып ауырады. Оны іш құрылыстың ауырсынуымен шатастырып жатады. Алайда осы айтылғанмен қатар денеден суық тер шығып, жүрек тұсы 10 минуттан 20 минутқа дейін ұзақтықта ауырса, бірден дәрігерге көрінген жөн. Ауырғанда мен санаторияға барып едім ғой. Санаторияда балшық алдым, массаж алдым. Балшық, массаж, сосын теңіздің қасына жүгірдік, теңізі ғой біздің ауылда. Санаторияға барып едім ғой. Сосын кешке қарай ішім пысып волейбол ойнадым. Сонда құлап қалып, демала алмай қалдым да. Сосын мен неге реанимацияға алып кетті. Жүрек қойынды. Сескендім да былай. Мен өзім Астанаға жасай қояйын дедім. Қан қысым болған ауруларда бізде көп адамдарда бұл түсініксіз, мәселен, қай жерді зақымдайтынын білмейді. Бұл кеселге бірнеше фактор себеп болады. Біріншіден, ата-ана арқылы берілетін тұқым қуалайтын жүрек аурулары. Әлем халқының шамамен 25% генетикалық факторларға байланысты миокард инфарктісінің дамуына бейім. Менікі порок сердце. Тамырлары менің жасым 62 кетіп батыр ғой. Тамырларым біреу бітеліп қалғанда, 3 тамырдың үлкен тамыры бітеліп қалып, қатып қалған. Басқа тамыр үзілгенде уже калека болып жүресің. Ал Өтеген Нұрғалиевтің жағдайы тіпті ерекше. 80-нен асқан қарияның жүрек клапандарын ауыстырған. Дәрігерлер оның жүрегіне операция жасап, істен шыққан клапанның орнына шошқаның клапандарын орналастырған. 14 жылдан бастап емделіп жатырмын. 14 жылы июль айында мені жүрегімнің клапанын өзгертті. Шошқаның несінен клапанын салды осында жігіттер. Менің жүрегімді кесіп алып тастады. Ішімнен 11 минутқа қалай деніңкі салып тастады. Сол историяда жайын. Балық свежий күйінде арши алмайсың, суытып тұрады. Жүрек ондай емес, жүректі сондай. Значит, сол жүрек қатырып, барып ұстауға ыңғайлы. Чтобы примать етіп, ананың тамырларына зақым келмесін деп сондай жасайды. Соныменен қазір өмір сүріп жатырмын. Осы 14 жылдан бері қарай. Сол себепті мені жылма-жыл осы клиника шақырып алып тексеріп тұрады. Дәрігерлердің айтуынша, науқастардың көбі ауру асқынғанда келеді. Өйткені ми, жүрек, бүйрек аурулары белгі бере бастаса, ол тамырлардың белгілі бір дәрежеде бітеліп, қан қысымынан ағзада күрделі проблемалар пайда болды деген сөз. Ал егер сіз қан қысымын тұрақты түрде бақылап отырсаңыз, аурудың асқынуына да тосқауыл қоя аласыз. Қан қысым болған ауруларда бізде көп адамдарда бұл түсініксіз, мәселен, қай жерді зақымдайтынын білмейді. 100 адам қан қысым болса, соның 95 адамдай алғашқы кезде ешқандай белгі бермейді. 5-ақ адам сезінеді. Сол себепті кейбір адамдар өзінің қан қысым бар екенін білмей өмірден озады. Өйткені қан қысым негізінен 4-ақ жерді талқандайды органды. Миды, жүректі, бүйректі, тамырды.
Жас ұлғайғанда жүрек клапан аурулары көбейеді. Клапан аурулары Еуропа мен ақш-та да кең таралған. Бұрын ондай сырқатты ашық операциямен емдесе, қазір қан-тамыр арқылы клапан орнатады. Бірақ жүрек қан-тамыр ауруларымен салыстырғанда бұл диагноз аз кездеседі. Ал осының бәрі күйзелістің салдары дейді дәрігерлер. Сондықтан жұмыста да, үйде де көңіл күйдің жақсы болғаны денсаулығыңыз үшін зор көмек. Ең бастысы көңіл күй дұрыс болу керек. Өзі адам әрқандай нәрсеге кезіксең, өйткені сен мүмкін қуаныш нәрседе болуы мүмкін ауыр жағдай болуы мүмкін. Барлығына, мына қытайша айтқанда шинтай дейді. Адам мына көңіл, мына жүрегің. Жүрекке алма деп айтады. Жүрегіңді сол орында сақта өзің. Бір немеде сабырлы бол. Екіншісі уақытында демалу керек. Ең жақсы, егер түскі уақыт болатын болса, жұмыста жүргенде бір жарты сағат мызғып алса, ол денсаулыққа пайдалы. Бұдан бөлек артық салмақтан да сақтану керек. Сондай-ақ қан қысымын тексеріп отырған абзал. Өйткені адам қан қысымының көтеріліп, қалыпты деңгейден ауытқығанын өзі байқамай қалуы да мүмкін. Денсаулық мықты болу үшін ескеретін үшінші мәселе күнделікті тұтынатын тағамдарыңыз. Мен оны көп айтып келе жатырмын. Қытайда қазақтарда қазақ. Біздің қандарымыз, тегіміз, біздің діңкамыз деген бір атаның баладарымыз. Соңында бізде қалай, mesela Қытайда қазақтарда қант кебетпен ауыратын адам аз. Тамақтан ба? Тамақтан. Ұн мен күріште калория көп болады, сондықтан өсіп келе жатқан жас организм болмаса, есейген адамға бұл тағам түрлерін тұтынуды азайтқан жөн дейді мамандар. Ет жейік, жеме деп айтпаймыз, өйткені біздің ол ұлттық тағам. Біздің ген соған үйлескен. Ал бірақ жалпы еттен кейін торт деген нәрсені жемеген дұрыс. Үйге қонаққа шақырғанда торт бергізбеймін негізінен. Сондықтан жүрек қан-тамыр ауруларын болдырмас үшін салауатты өмір салтын ұстанып, дұрыс тамақтану маңызды. Операцияға дейін және операциядан кейінгі өміріңізде бір күнделікті әдеттеріңізде андай да бір өзгерістер бар ма? Көп өзгеріс бар. Қазір 1 километрге шейін жүре беремін. Сосын кішкене енді қазақпыз ғой, жер үйде тұрамыз. Анау-мынау жұмыстарды істей беремін, талдарымның айналасын тазалаймын. Негізі 65 жасқа қазіргі денсаулығым толығымен жақсы деп ойлаймын. Жүрек қан тамырлары бітелген адамдар ентігіп ұзақ жүре алмайды, кеуде тұсы ашиды. Өйткені бітелген тамырлардың салдарынан қан дұрыс айналмайды. Занимаемся коронарангиографией. Бүгін 82-дегі әжеге операция жасадық. Оның жүрек тамырлары бітелген екен, стеноз болды. Жүректегі 3 тамырдың біреуі 100% бітеліп қалған. Бұл науқас инфаркт алғанын байқамай жүре берген. Әдетте мұндай жағдайда ашық операция жасалады. Бірақ апамыздың жасы мен денсаулығын ескеріп, шағын инвазивті операциямен алдыңғы артерияға стенд қойып бітелген жолдарды аштық. Кей адамдар денсаулығына салғырт қарап, ауырса да емханаға бармай жүреді. Тіпті инфаркт алғанында аңдамай қалады. Сондықтан бір жеріңіз ауырса, бейжай қарамай, тексерілген жөн. Әсіресе жүрек ауырса көп созуға болмайды. Осы тұста дәрігерлер инфаркттың алғашқы белгілерін атады. У нее жалобы были, одышка, давящие, жгучие боли. Инфаркт кезінде де адам ентігіп, кеуде тұсы ашып, ауырғанын сезінеді. Кейде ауру арқаға, сол жақ қолға және иекке беріледі, суық тер шығады. Шағын инвазивті операциялар жүрек қан тамырларын емдеудегі соңғы технологиялардың бірі болып есептеледі. Кейбір ауруханаларда емнің бұл түрі стационарлық деңгейде жүреді және аорта коронарлық шунттаудың белгілі бір деңгейдегі баламасы болып саналады. Бізде мәселен жаңағыдай 85% жүрек қан тамырымен, қалғандары және бүйректің тамырлары, аяқтікі бар, одан кейін мынау екі артериялардың тамырларына науқастар келеді. Жүрегім ауырғасын, сосын мына портал болды. Соны врач күттеді. Соны міне күттім мен. Күткесін өзім Жаңаөзеннен ғой, Жаңаөзеннен. Самолетпен мына Астанаға келдім. Ауырып қисайып келбедім бір жағынан. Мына жағым ауырып. Содан мына операция жасап, Стамбул Бегланович жақсы болдым дейсіз. Рахметімді, жақсылығым бәрін айтып жатырмын мен. Мен өзім 5 операциядан шығып отқан адамын. Соның 3-і осындай жасалған операция. Соның 3-і жасалған. Сондықтан бізге осы клиника жаңағы былай несі ұнайды. Біздің Қазақстан бойынша соның ішінде біздің запыт. Осыған көп келеміз. Осы центр арқылы біздер көптеген жаңағы
аурудан емделіп шығып жатыр, особенно осы жүректің мәселесі. Осындай емхана біздің Қазақстанда көбейсін, соның ішінде облыстарда көбейсе, біздің қандай мақтаныш болар еді. Ұлттық ғылыми медициналық орталықта жүрек ауруларын бағаналы жасушалармен емдеу әдісі де қолданылады. Өйткені бағаналы жасушалар оны енгізген ағзаның жасушаларымен кірігіп, соның қызметін атқара алатын қасиетке ие. Айта кету керек, ел бойынша емдеудің бұл түрі тек осы орталықта жүргізіледі. Қазақстан ұлттық ғылыми медицина орталығындағы жүрек институтының кардиология бөлімшесінде біз соңғы кезеңіндегі жүрек жетіспеушілігі бар науқастарды бағаналы жасуша арқылы емдеп жатырмыз. Мен бұл больницаға 2007-тен бері жатып келе жатырмын. Менде пайда болған жүрек ауруы. Басында давление болды, не болды, соңғы дем ала алмай одышка дейді ғой. Сол қиын болып, содан стенд қойды 2017-те. Одан кейін онда кім Стамбул Беклан деген врач. Онан кейін маған не істеді мына кеудеме кеудем тіліп митральный клапанды кальцевать етіп берді. Ана қан дем алмағандың бәрі содан дегесін. Сол жақсы бір 2 жыл жүрдім, тағы болмады. 2020-да кардиостимулятор қойдық. Одан ол двухкамерный дейді. Ол бір жағына ғана көмектесті. Анда врачтар айтты, сізге не қойсақ қайтеді. Стволовой клетка өтсеңіз деп. Не шипасы бола ма деп. Бірінші Алланың құдіреті, екінші осы. Доғдырларға рахмет. Жақсы стволовой клетканы алдым, бірінші рет майда. Содан өзім біртіндеп жақсы сезіндім. Өзім жеңіл сезініп, нетіп жүрдім. Содан ойладым, бұл өзі қайтаға 3 ай сайын алып тұрасы деген. Енді бастағаннан кейін алу керек. Соны бастап алып, 2-ші рет алдым бүгін міне. Орталық жүрек жетіспеушілігін бағаналы жасушалармен емдеуді 2011 жылы бастаған. Негізінен жағдайы ауыр, операция жасауға келмейтін, ишемиялық жүрек аурулары бар науқастарға осындай ем жүргізіледі. Бағаналы жасушалармен емдеу пациенттерге жаңа үміт сыйлайды дейді дәрігерлер. Кей мамандардың айтуынша, елімізде адам өлімінің 47%-не осы жүрек ауруы себепкер екен. Жалпы жүрек ауруларының түрлері өте көп. Ең көп тараған түрі стенокардия немесе жүрек миокардының ишемиясы. Ал ишемия жүректің қалыпты жұмыс істеу үшін оттегінің дұрыс клеткаларға бармауы салдарынан болатын ауру. Ишемиялық жүрек ауруы өте көп біздің елде. Соның арасында әсіресе жүректің инфарктісі келеді. Жүрек инфарктісімен ауырған науқастар дер кезінде стенд қойып емделгенде олар көбі жазылып кетеді. Бірақ түрлі себептен өкінішке орай науқастар уақытын біраз өткізіп алып келеді. Сондықтан біздің көп емдер жасалады, бірақ дегенмен ол ақырын біртіндеп жүрек жетіспеушілігіне алып келеді. Жүрек жетіспеушілігінің соңғы кезеңінде дәрі-дәрмектің көмегі де шамалы. Ондай науқастардың жүрек фракциясы төмендейді. Ағзадағы басты органның жұмысын қалпына келтіруге барлық әдіс қолданылып, басқа амал қалмағанда ғана осы бағаналы клеткалармен емдеуге жүгінеді. Негізі бұндай науқастарды алдыменен диагнозын анықталған соң, басқа емдер көмектеспегенде ғана біз бағаналы жасуша емге аламыз, біріншіден. Екіншіден, науқастарды кардиология бөліміне жатқызамыз, сосын барып науқастарды дайындаймыз. Алдыменен оперблокқа апарамыз, ол жерде жергілікті наркоз жасап, жамбас сүйек арқылы жамбас сүйектегі кемікті аламыз. Жүрек жетіспеушілігін емдеу үшін пациенттен 100 мл сүйек кемігі алынады. Оны осы орталықтағы биотехнологиялық зертханаға апарып, бағаналы жасушаларды бөліп алады. Кейін бір тәулікке инкубаторға қояды. Осы аралықта сүйек кемігінен алынған бағаналы жасушалар көбейеді. Екінші күні науқасқа сол бағаналы жасушаларды инкубатордан қайтадан алып шығып, сол жерде соның қайтадан тексеріп, сапасын, санын бір тазалап, сосын оны физрастырға қойып, дайындап, кардиология бөлімшесіне апарып, науқасқа көк тамыр арқылы енгіземіз. Біздің қазіргі негізгі істеп жүрген
бағаналы жасушалық трансплантация дегеніміз осы. Заболел диагнозом дилатационная кардиомиопатия. Мен осыдан 2 жыл бұрын ауыра бастадым. Ентігіп ауа жетпей ісініп кеттім. Басында пневмониямен болған, коронавирус салдары шығар деп ойладым. Бірақ тексерістен кейін жүрегімде ақау бар анықталды. Содан осы орталыққа келіп бағаналы жасушалармен ем ала бастадым. Менің жүрегімнің фракциясы 19% болған. Бағаналы жасушалармен емделген соң 45%-ға дейін көтерілді. Кейде дәрігерлердің айтқан режимін бұзып тез тұрып жылдам қимыл жасаған кездер болды. Содан да болар қазір жүрек фракциясы 35%. Жалпы осында емді 3 ай сайын 6 рет алып үлгердім. Шүкір, жағдайым жақсы. Қазақстан бойынша біздің ұлттық медицина ғылыми орталығында ғана жасалады. Науқастар өте көп. Әрине, алдыменен ең ауыр науқастарға, ең керекті жандарға осы емді ұсынамыз. Портал бойынша тегін жасалады. Жас ұлғайған сайын тамырлардың қатаюы табиғи құбылыс, бірақ қан қысымының көтерілуі, холестерин деңгейінің өсуі мен оған әкелетін факторлармен адам өздігінен күрес алады. Ол үшін тек дұрыс тамақтануға көшіп, спортпен айналысу және жылына 1 рет тексеруден өтіп тұру жеткілікті.